Assalamu alaikum azizler. Mine жаңа жойбарда тармақ атлы интернет тармақларында жаңа жойбар ашылған екен. Сол жаңа жойбарда көрсетіп тұрғанымнан жүзі қуаныштымын. Мен Мақсет Өтемұратов, эстрада қосшысы. Қарақалпақ эстрадасында көптеген қосшылар, мәселен Жеңісбек Биязов, енді бірақ өзбек эстрадасына өтіп кеткеннен кейін, енді солар біріншілерден болып берді. Одан кейін Жанаб Расул, одан кейін Бекзат Исмаилов деген шәкіртіміз, одан қала берсе Адылбек Абдуллаев деген шәкіртлеріміз берді. Бірақ Нөкіс қаласының ішінен, мәселен Қарақалпақстанның пайтақтынан берген қосқышылар жоқ елі. Енді біріншілерден болып өзім бастап беріп жатырмын. Бұл Ташкент қаласында Халықтар достығы сарайының біріншілерден болып лентасын кесіп жатырмыз. Құда қаласа мен ойлаймын, Қарақалпақ эстрадасында жүрген замандастарымыз, зәңгілестеріміз, қала берсе шәкіртлеріміз, құда қаласа бұл лентаны кескеннен кейін құда қаласа бір жоллары ашылады деп ойлаймын. Енді бұл не үшін бір апта емес, не үшін 3 күн емес, не үшін 1 күн деген сұрауға келетін болсақ, әлбетте Қарақалпақ халқында бір ажайып сөз бар, жаңағы быламықты май келтіреді. Соның ішінде біздер елі бірінші мәрте беріп атқаннан кейін бұл 4000 орындық залды толтыра аламыз ба, толтыра алмаймыз ба, ол жақларынан ойладық. Һәм Халықтар достығы сарайының мәселен арендалары жүдә оғада қымбат тұрады. Һәм Ташкент қаласындағы барлық мәселен сахна декорациялары, басқа да үлкен финанспен айланатығын сахна декорацияларым бар. Солардың бәрін есапқа алып, қалтамызға жаңа көрпеңе қарап аяқ сөз дегендей, қалтамызға қарап 1 күн беріп көрейік. Халқымыз, егер халқымызда қолдап қуатлаушыларымыз оғада көп болса, кейінгі уақытлары және де бір 2-3 күн қосып, емаса бір апта қосып беретін бұндай дәрежеге құдайым сол кегейміз. Сол ықыласпентерімізден 1 күндік концерт болса да, бәршеңізді 16 март 19:00-де Халықтар достығы сарайында күтіп қаламын. Енді бұл мәселен Қарақалпақ эстрадасына бұл мәселен той үшін істелінетін қосықлардың кіріп келгеніне оғада көп жыл болды. Мәселен бір 10 жыл болды десем қателеспеймін. Себебі қазіргі уақытта мәселен мені тойға шақыратын мысалдар интернеттен тойда атқарып тұрған қосығыма қарап шақыратын болды тойды. Тойға да мәселен Мақсет қайсы тойда айтқан екен, немесе Мақсеттің қайсы қосығы тойда әмме ойнап атқан екен, әмме шуылдап атқан екен деген әсіресе тойды мәселен сол жастарымыздың көңіліне қарап, жастарымызға ұнайтын қосықшыларға қарап ата-аналар шақыратын болды. Демек енді бәрі расын айту керек. Енді өзімізден мәселен 1-2 жылдан бері мәселен сол дәуірде араласа алмай жүрдім. Өзімден ойлаймын. Тойларға араласа алмай жүрдім. Себебі біздердің көбінше концерт бабындағы қосықларымыз, содан кейін мәселен дәуірге қарап ұмтыласаң дегендей, менің енді өзім жасырмаймын. Өзімім кейінгі дәуірде ләжі болғандай болса, тойларда ең құрбанда адамдар бір қол шапалақ ұрып тұратын, немесе аз-маз қимылдап тұратын қосқыларды айтқанымды ойлаймын. Дегенменен енді қазір расын айтқанда Қарақалпақ эстрадасы қосқылардың барлығы табысы тойдан, жасыратын жер жоқ. Мәселен қайсы мемлекеттік театрларда, немесе мемлекеттік ансамбльдерде істегенменен мәселен 1 айлықпенен оның мәселен 1 қосықты дүрету қиын. Мәселен тойдан тапқан ақшасына мәселен көп инсанлар ойлайды. Мәселен Мақсет дейді, сілерге ешсат кетпейді, барасыз, фонограммаңызды ұрасыз, қайтасыз, ешсат кетпейді деп ойлайды көп адам. 1 қосық шығарудың өзіне мәселен 5 миллионнан тек құры MP3 шығарудың өзі 5 миллионнан көп ақша кетеді. Һәм одан кейін ол сахнаға шырайлы болып киініп бару керек. Ол костюм шалбары бар. Amma sen konser berетін болсаң, ол сахна безектері бар. Оларды көбінше достарымыз, я басқа да бір инсанларымыз біздерді
қатерек түсінеді. Мен ойлаймын, соның ішінде Қарақалпақ эстрадасы сәл еле рауажланды, ямаса көтеріңкі рухта өйтті, бүйтті деп айту қиын. Себебі жүдә бір рауажланып, жүдә бір алдыға қарап баратқан эстрада жоқ, расын айтқанда. Дегенменен талабындамыз, рауажландыру керек. Қалай рауажландырғанда, мәселен, тек тойларға барып, хит қосқыларды айтып, халықтың пұлларын алу емес. Халыққа сен, мәселен, расын айту керек, енді еліміздің басшылары оның жасына қарамай, өзінің бір-екі қосқыларына қарамай, еліміздің басшылары атақларын беріп қойды. Әзір жап-жас балаларымыз, мәселен, қызмет көрсеткен артист деген құрметті атақлары бар. Бірақ бірде-бір концерт бермеген қосқышылар бар. Оны расын айту керек. Мені жаман көрсін, бірақ енді мен аз-маз прямой айтатынымды білемін. Дегенменен енді сол қосқышыларым, мәселен, өзінің концертін беріп, сол өзінің атағына сол лайық болып жүрсе, әне Қарақалпақ эстрадасы рауажланды деп сол кезде айтсақ болады. Енді қазіргі дәуірде енді расын айту керек, қазіргі инсанларға, қазіргі тыңдаушыларға бір сөз аз, екі сөз көп болып қалады. Расын айту керек. Бір кездері ойламаған дәрежеде, мәселен, қосық қатарлары мәнісі жоқ, мағанасы жоқ, бірақ намасы зор. Сонда қосықларымыз бар. Неге тұр сөздерге ітібар бермейтін болып қалды да? Біздер бәрібір бар ма, қосықты істегенімізде аудиторияға қарап істейміз да, мәселен. Қосық, мәселен, бір жеңіл-жепі қосықлар тартып атса, жеңіл-жепі қосықлар айтқымыз келеді. Себебі қандай да бір неменен бір артта қалып баратырғандай сезіп қаламыз өзімізді. Мәнілі қосықларды айтсақ, бір ақылlı адамдай болып қалып атымыз. Мұнау дана болды, шыққан дана болды ғына. Дегендей бұл. Ал енді сол қосықлармен тәрбияланып қалғаннан кейін жеңіл қосық айтуға қиын болып тұрды. Айтпайын десең, артта қалып баратқандай, жастарымыз сондай қосықларға тыңлап, сондай тез мида қалатығын сөздерменен құралған қосықларды тыңлап баратырды да. Қазіргі дәуірде, мәселен, жастарымыз бенен істесуім, жастарымызға, тыңлаушыларымызға бір жақсы қосық істеп, мәселен, солардың бір дастарханына беруім қиын болып кетті біздерге, расын айтқым. Бірақ Аллаға шүкір, бірақ өзімнің аудиториям бар, өзімнің жас үлкенім бар, жас кішім бар, үлкен ағам бар дегендей, өзімнің классменттеріме бола, өзім де һәм жастары бабам емес, һәм жүдә бір ғары бабам емес, сол орта дармияндағы қосқыларды істеп, сол халқымызға үнәм етіп атамыз. Міне қазір бір күндік концертті беру қиын болып жатыр қазір. Барлығы келіп, финансовый жақтан, материалдық жақтан бәрі тақалады. Мәселен, мен ойлаймын, көп адамдар білмейді. Мәселен, пақтаға да, атыздағы бір өнімге де, мәселен, өзінің азығын бермесең өспейді, мәселен. Мәселен, Қарақалпақ эстрадасы да сондай, азығын бермесе өспейді. Мәселен, азық беру деген, мәселен, сол Қарақалпақ эстрадасында да азық беретін инсанлар, мәселен, қауендерлер керек оған. Азық беретін инсанлар, мәселен, азық деген бұл материалдық жақтан, финансовый жақтан жәрдем беретін инсанлар. Мәселен, бір адамды қосығын жақсы көріп, мәселен, жақсы көрсін. Халықар достық сарайында концертін берсін сол жақсы көрген инсаны. Қауендері. Сол қауендерлер өседі. Эстрада қауендерсіз, пулсыз, ес-сатсыз эстрада рауажланады деп ойламаймын. Сол үшін бұл дүния
Dünya сахнасына өзбек эстрадасы жұлдыздары шыққан жоқ әле. Өзбек эстрадасы мәселен $5,000, $10,000 тойларға барады мәселен барлығы. Бір айланып келіп сол халықар достығы сарайында 10 күнлеп, 20 күнлеп концерт береді, соған мақтанады да. Ол рауажданған емес. Рауаждансын, мәселен Түркияда берсін. Түркияның мәселен Москвада 4,000 заллықларға берсін барып. Мәселен басқа да Америкада берсін 4,000 адамлық залларда. Әне сонда эстрада рауажданды. Қазір біздер мәселен Қазақстанда концерт беріп жатырмыз. Қазақстанда концерт бергенде мен ол именно Қазақстанның адамдары келмейді. Біздерге сол Қазақстанда сол қызмет бабында жүрген, болмаса біздерден көшіп кеткен инсанлар біздерді таниды. Мәселен Мессилар танымайды. Сондай не үшін Қарақалпақ эстрадасы рауаждану үшін сол барлығы айланып келгенде жаңағы бізде айтуым мүмкін мақсат пұл дей берді ғой деп. Бәрібір Қарақалпақ эстрадасын рауаждандыру үшін күшлі қауендерлер бәрібір зарur, керек. Енді дуэт мәселе маған ұнаған қосық болса, ол дуэт болсын, басқа болсын, бір кеуілімді қыдықласа, мәселен мен ешқандай ол қарсы емеспін. Һәм бір қосық жақса, менің миыма бірден сіңіп, һәм тез арада сол аранжировщикім жанын аламан, студияға бара беремін, студия бос болмаса да бараман, біреулер записке түсіп атса да күтіп тұраман сыртта машинада. Өзіме ұнаған қосық болса сондайман да. Мәселен, ол дуэт болсын, басқа таза қосық болсын. Суаққа дейін бірақ еш Қарақалпақ эстрадасы болсын, өзбек эстрадасы болсын, дуэт айтайық, мына дуэтті жазып едік деген адам болмады өмірімде. Егер маған ұнап қалса, мәселен, мен адам танымаймын, рэпер бола ма, басқа бола ма, маған туры келетұғын, маған өзіме ұнайтұғын налалар болса, һәм ұнайтұғын сөздер болса, мен рэперменен айта беремін. Мәселен, менің өзімнің репертуарымда, мен өмірімдегі хит қосық, бірінші хит қосық, бұл «Көзал сені мен сүйіп қалдым». Алпысбай Сұлтанов сөзіне, Қадыр Қылалов музыкасына, ең бірінші Қадыр Қылаловпенен композитор Қарақалпақстан Республикасына мені етсінген көркемөнер қайраткері, марқұм композиторым, ұстазымыз, композиторымыз. Ең бірінші сол композиторменен ұстазымызбен істескен «Көзал сені мен сүйіп қалдым» қосығы 1998 жылы шықты. Еліге дейін соны, мәселен, қайсы қоңсылас елдерде, мәселен, Өзбекстанның қайсы шетіне барсам, Қарақалпақстанның қайсы шетінде жүрсем, сол қосықты еліге дейін сұрайды. Одан кейін екінші қосығым, сол ұстазым дүниядан өткеннен кейін Қадыр Қылалов, расын айту керек, Қарақалпақ эстрадасында өзімнің жолымды уже жоғалттым деп ойлаған дәуірлерім болды. 2005-2006 жылы енді уже мәселен қосықшылықты қойып өзімнің спорттағы тарауыма өтуден сол дәуірлерді ойлап кеттік. 2006 жыллары енді кіммен істесемен деп жүрген пайтылары өзімнің бірінші ұстазым Аллас Ахманқұлы ағамыз, ұстазымыз Шамрат Төлегенов сол пайтылары бір ажайып қосықлар тізбегі ұстазымызға кеп тұрған екен. Сол пайтта Назлияр деген қосық шықты. Халида Мизаров сөзіне, Шамрат Төлегенов музыкасына 2006 жылы шықты. Сол қосық халқымыздың, сол пайтылары халқымыздың тойларында, жақсы күндерінде ойнайтұғын қосықлар сәл азлау еді. Сол шаққанырақ қосық болып шықты. Сол екінші көп әмме жерге барған кезде сұрайтын қосықлардан болды. Одан кейін жақындағы Келгүлім деген қосық, бұл қосық Ажияз Қожамбергенов деген шәкіртіміз бар, һәм қосықшы, һәм композитор, мелодист. Сол аға сізге бір қосық дайырлап қойып барып, сол қосықты айтып көрсеңіз деп
ұсыныс берді. Ажиназбен біргелікте сол қосықты Артық Алламбергенов аранжировкасында істедік. Һәм халқымызға да, жастарымызға да ұнады деп ойлаймын. Көру керек, енді әрбір қосықтың өзінің тарихы болады, өзінің жолы болады. Мен ойлаймын, енді ол ескі қосық болғанменен оны ремикс қыламан деп біздерден кейінгі дәуірге аман есен жеткені жақсы. Менің өзім жеке пікірім да. Мәселен, қазір Ғайбана ұстазымыз, мәселен, Даутбай Қайыптың қосықлары қандай дәрежеде келді? Ереге дейін тірідей сол адам, мәселен. Оны, мәселен, су уақытқа дейін жеткеріп, сол налаларын, ырғақларын тап сондай қылып, халқымыз, ықыласпеншілеріміз талап келгеніне де рахмет та. Сол, мәселен, менің қосықларым, мәселен, кейінгі, мәселен, дәуірдегі инсандарға аман есен жетсе деп ойлаймын да. Мәселен, қазір бірақ көп жастарымыз айтып атыпты, бірақ айтқанменен бұзбай айтуды қалаймын да, мәселен. Бірақ қазір мәселен, сол диджейлер, нелер, мәселен, диджейге қолай қосықларым, мәселен, менің репертуарымда сондай қосықларым болса, олар мен мәслихатласып, мына қосықты істесек болады. Бірақ сол екі тактың басындағы тактың бұрынғыдай қылып апарып болып, кейін бетін, мәселен, кейінгі жастар бап қылып істеуге болатығылығы болса, мәселен, мәслихатлесіп, істесек, оған да бір орынды болады деп ойлаймын. Әлбетте, енді әр заманға бір заман дегендей, қазіргі дәуірдің өзінің хит қосықшылары бар. Мәселен, қазір әрбір эстрада қосықшылары бір-бірімен бір замелескендей болып, мәселен, дөретушілікті істеп атырды. Мәселен, қазіргі дәуірде, мәселен, эстрадамыздың жұлдызы Алишер Алламбергеновтың бір қосығы хит дәрежеде. Қазір Бахадыр Разымбетов жақсы хит дәрежеде қосықлары бар. Байрам Перебаевтың хит дәрежеде қосықлары. Одан Қазбек ініміз бар. Одан жаңа Парахат Жолдасбаев. Барлық, бірақ сол уақытлары, мәселен, бір хит қосық шығарса, енді көпшілік жастар сәл бір өзгеріп баслайды, я басқаша болып баслайды. Сол бір қосыққа сеніп қалады. Одан кейін дөретушілікті тоқтатады. Мәселен, сондай пайтта қайта хит қосықлардың, ізінен хит қосықларды, мәселен, дөретіп, үлкен бір дәрежеге жетуге ұрынатын жастарымыз аздау болып тұрды, расын айту керек. Бірақ енді ол неше жылдан бері келатырған Алишер Алламбергенов, мәселен, көп адамдар, біздер, мәселен, бір уақытлары деп келіп, әмме қосықларымыз сәл тозыңқырап басаған кезде, бір Алла Тағала және бір қосық береді. Сонымен әстен және бір жастар бар, жастардың арасына кіріп қаламыз. Дегенменен әзір өзін танытқан қосықшылар тек бір қосықты істейді, сол қосықпен не қылады, сол қосықпен қартайып қалып жатыпты да. Мен ойлаймын, жастарымыз істеу керек, дөрету керек. Мен сол күніме айтып жатырғанымыз, Қарақалпақ эстрадасын рауаждандыру керек. Жүда бір орынлы сұрау, талант деген зат сәл талант деген зат шарт емес, леу болып қалды деген сұрауыңыз жүда бір орынлы. Дегенменен бірінші мәселе іштен, мәселен, мен қосықшы болғым келіп тұрыпты деген жастарымызға, мәселен, студиялар тайын. Біздердің уақытымыздай, мәселен, бір қосықты, мәселен, бастан аяқ түсетін еді, мәселен. Қазір бір сөзден түссең, қосық дөреле береді. Бәлкім соның ақбеті шығар, компьютерлар заманның рауажданғанының ақбеті шығар. Мәселен, жүда бір талант шарт емес дегенге, мен ойлаймын, жүда бір талант шарт емес дегенге кішкентай қолап қуатлаймын, жүда бір талант шарт емес ау. Бірақ жүректе бәрібір сондай бір
өздеріміз компьютерде записке түсеміз да, мәселен. Расын айту керек, ол жасыратын зат жоқ. Бірақ біздер қазіргі шығып жатқан жастарымызға мына бір қосықты бастан аяқ айтатын ек записке түсіретін кезде деген затты айтсақ, қазір күледі. Яғау, сонда бастан аяқ, сонда баста айтып жатқан кейінгі ырғақларыңды бере алмай қалсаң, сонда қайтан түсетін бе едіңіз деп айтады да мәселен. Мен айтып, ооба, сондай ең кейінгі қатар болды, зор болды деп жатқан пайтта, ең кейінгі қатарда алжасып кететін уақытларым болды. Қазіргі жастарымыз студияға келеді, ояқ бұяғы бір сағаттың ішінде бір қосық таяр. Мен ойлаймын енді, бірақ бір күн болса бір күн сол қосықты бір живой айтып берсе деп сұрап қалса қатты қысынып қалады. Соның үшін тек құры ол фонограммаға сеніп хит болып жүрген жастарымыздан бар, жоқ емес. Соны бір живой айтып бере аласам ба, ямаса соны живой айтып бер деген кезде албырап қалмаса болды. Соны мәселен яқшы фонограмма айтып жүре берсін, бірақ дегенмен өзінің бір офисінде неде бір-екі музыкантларды алып таярланып, сол запискілерді дал өзі қылып айта алмаса да, соған жете ғаба қылып өз үстінде іздену керек жастарымыз деп ойлаймын. Енді Қарақалпақ қосықшыларының дәуірі, мәселен сол Ғайбана ұстазымыз Дауытбай Қайыпов, Байрам Матчановлар, бір дәуір, бір дүркін. Одан кейін дәуірлер ұстазымыз Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Дәлбай Мамедмұратов, Мақсет Дошбаев, мәселен ер адамларды айтып жатырмын енді. Одан кейін дәуірлер сол Алишер Алламбергенов, мен, Бегіс Темірбаев, Карамадин Хитчанов, сол қосықшылар дәуірлер әзір көбейіп жатыр көрсетеміз. Біздерден кейін мәселен Саламат Қалибеков, Байрам Пердебаев, солар, Бақтияр Жұматаев, одан кейінгі дәуірде Бахадыр Ғазымбетов, қазір көз семесін ізімізде кеатырды, бірақ дегенменен ізленулер, сәл расын айту керек, Қарақалпақ эстрадасында өзіңіздің айтқандай, тек құры той үшін репертуарды, той үшін істеп атқан шәкіртлерімізден бар. Мәселен, халықаралық, концертлерде, нелерде, мәселен, қосықларын бере алмай қалады. Тойда айтатын қосықлар, мәселен, үлкен еліміздің ақсақалдарының алдында, үлкен Наурыз байрамларда қайсы қосықларын ол шаққан қосықлар, не қосықлар, мәселен, отан хақында, отанды, мәселен, сүйушілік, еліміздің тыныштығы хақында, халықаралық достық хақында қосықлар жоқ есабы. Соның үшін мен күніменен бар уақытта өзім дәуірлестеріме, замандастарыма, қалабесе эстрада менен кейінгі шәкіртлеріме айтатұғыным, еліміз, халқымыз бір әзет тыңдайтын қосықлардан болу керек. Тек құры жаңағы тез шаққан, қолын былғап ойнайтын қосықлар болғандығының өзінің жолы бар. Дегенменен репертуарда әртүрлі жанрдағы қосықлар болғаны жақсы. Міне кеше ғана Қарақалпақ эстрада қосықшылары Шыразаға Нұрадинов, жас үлкеніміз, одан Диджимиран, Бақтияр Жұматаев, мен, Байрам Пердебаев, Сұлтан Қосекеев, Мақсет Полатов, hamda жақында шыққан қыздарымыз, Қыз Жіпек, одан Гүлнара Мұратбаева деген қарындастарымызбен, һәм інілеріміз, шәкіртлерімізбен біргелікте үлкен бір еліміздің тыныштылығына көз тимесін деген мағына берілетұғын үлкен тыныштылық хақында қосық дөрлеттік. Ода қаласа мен ойлаймын, бұл қосығымызды халқымызға 21 мартта үлкен байрамда қосығымызды ұсынып көреміз. Қосығымызды режиссерларымызға ұнаса, сол байрамда сол қосықпен шығамыз деген үміттемін.
Әлбетте енді қазір дәуірде дұрыс жүре оға да бір зор сұрау бердіңіз. Ұстаз шәкірт деген сәл қалып баратыпты. Көп, мәселен, көп сол тойларға барсақ, нелерге барсақ, бір-екі жастарымыз сол жас үлкен келді, жас үлкеннен кейін айта берсем болады деп тұруға болады, мәселен, нәубетті да. Сол айырым кездерде, мәселен, сол шапаттай балалар біздерден бұрын айтқысы келіп тұрады. Ямаса мен айтып тұрсам, басқаша көзқараспен қарап тұрады. Кейінгі дәуірде неге сол ұстаз бен шәкірт хақындағы бір сондай бір дәстүр бір жоғалып бара тұрғандай түйіледі. Сонда айырым жастарға қарасаң. Бірақ айырым жастары жас үлкенді сыйлау, құрмет ізет сыйлау. Соның ішінде көп. Қазір кейінгі шәкіртлеріміз өзі пәленше болмастан алдын үйіме келіп, шаңырағымда бірге отырып шай ішіп, көп затларды сорап, сондай қылатын еді. Енді қазір шәкіртлеріміз уақыты жоқ қазір. Бір жерге шақырсағам зордан келеді. Уақыты жоқ. Бұл өмірдің тезлігі ме, ямаса өзінің болғаны ма, дегенмен бәрібір жас үлкен адаммен көп сөйлесу керек, сөйлесу керек. Мен, мәселен, осы уақытқа дейін өзімді мақтаған емес, ешбір шәкіртімнен бір затымды қызғанған адам емеспін. Өзімнің концертіме деп қойған идеяларымды барлық шәкіртлеріме берген адаммын. Сондай менің сөйлетлесе, әттекі өзім айтаман деп отырған қосығымдан берген адаммын. Айта ғой соғысты деп. Аға соғысыңды енді айта жақсы ғой, соғысың айтсам бола ма деген қосығымдан берген мен. Менің мәселен сәубетлессе, өзім шәкіртлерім, өзім менен кейінген салып, мен барлық затларымды беруге таярмын. Кейінгі дәуірде сол жастарымыз, жас үлкендерменен, мынау менің ұстазым ау, мен жас үлкенім ау, үстіне бір ұстаз, мен шәкірт деуге де қорқамын рас айтқанда. Олар айту керек мен ұстаз деп. Мен оны пәленше шәкіртім, төленше шәкіртім дей берген мен, оның қалбінде, оның жүрегінде мақсат өтіп жатып, ешқандай мен ұстазым емес, дейтұғылар табылады мәселе. Тек мен оны шәкіртім дей берген мен, ол орынсыз деп ойлаймын. О адам айту керек, мен ұстазым пәленше деп. Сол кезде мен шәкіртім деп айта аламын. Дегенменен бәрібір ұстаз шәкірт деген неше жылдықтан бері, неше дәуірлерден бері келатырған бұл дәстүр. Соның үшін қазіргі біздерді тамашалап отырған жастарымызға да ілтимас етемін. Бір жас үлкеннің сол шалғайына жабысып, ұстаз деп құрмет етіп, ұстазларды ұлғылау керек, ұстазларды құрмет ету керек деп ойлаймын. Текст һәм нама болмаса ешкім болмайды қосқыш. Қандай бәлен парваз, бәлен пердені алатын қосқыш бұл. Мәселен, шайырларым қосқыш болмаса шайыр болмайды. Ешкім оқымайса кітабын. Намалап, аңылдап айтып жүрсе, ол шайыр, композитор болмаса да ешкім болмайды. Қосқыш болмаса композитор болмайды. Соның үшін үшлік қосқышы, композитор һәм текст. Солар бір-біріменен тығыз байланыста болса, бірден қосып көтеріледі. Һәм бір-біріне сол нама да түссе, текст һәм түссе, һәм де композитор һәм де қосқышы да өзіне жете қаба айтса, барлық халқымыз жақсы қабылдайды деп ойлаймын. Енді инстаграмда көп инсталарда галочкалар бар, эстрада қосқышылар. Менен аз классметтері, болмаса подписчиктері аз инсталарда да оны hamma біледі. Дегенмен сол затқа мен қызықпаппын. Оның бір өз алдына бір документтері бар екен, оны білетұғын. Өзім арасын айтқанда, инстаграмда дұрыстап өзім білмеймін, арасын ойлауым керек. Көбінше балам шықлап беретін еді, екені өзім ешқандай шықлап
отырамын, бірақ көп o Instagram тармақларының көп сырларын, мынандай минут қойсам мынандай болады екен, аз минут қойсам мынандай болады екен, көп минут болса ешкім көрмейді екен деген затларды балаларымнан үйреніп жатырмын. Елеге дейін o Instagram'ды мен шашып тастаймын деп айта алмаймын. Ондай балалар, мәселен, маған мәселен пәлен сомменен галочка әпереміз деген балаларым болды. Расын айтқым керек. Мен айттым, бірінші әпер, одан кейін пұлын төлеймін деді. Бірақ елеге дейін сол балалар одан кейін хабар алған жоқ. Клипке енді мен ондай жүтті бір бақа бере алмаймын. Өзім клиплеріме бір айырып тұрған клипім жоқ, өзім ойлаймын. Дегенменен жаңа айтқандай, қазір шығарып жатқан жастарымыз бірінші нәубетте өзінің түрін көрсетсе болды сол жерде. Ол қосықшы, мәселен, жүдә бір көп ақшада тауа алмайды. Сол клип алатын бір жорасы я однокурсники болады. Сола ілтимас етеді. Жора мынандай қосығым бар еді, еле шыққаным жоқ, қиямет қосық. Ол ілтимас еткеннен кейін оның қолының тиетініне қарап, сол күні съемка алынады. Ол съемканы алынып жатырған пайтта ол қыздың қолы тимей қалады. Ол қыз кимей қалады. Ол қыз кимегеннен кейін басқа қызға ілтимас етеді. Ол басқа қыз келген кезде ол здание жауылып қалады, я кәпе рұқсат бермей қалады. Құллас қарам, біздерде клипті алып, мәселен, әр картинаны, мәселен, сызып, бастан аяқ сызып, мәселен, басқа елдерде, мәселен, мына картина бүгін алыну керек пе, сол картина жоқ болса болды, алынбайды. Ондай дәрежедегі профессиональный клип түсіретұғын инсанларменен іслесу бір қосығын, мәселен, $5000 шығарып береді. Бір кездері сол $5000 шығарған клибіңді, мәселен, 3 минуттың ішінде көріп, жамалап отыратын адамдарым бар. Вай, болмапты дейді. Оның ішінде не деген расход кетті, не деген сол клип үшін киімдер алынды, сол клиптің режиссерына не деген пұллар берілді, оны ойламайды. Бірақ біздердегі сол ұқсас болмай жатырған себебі сондай. Өзінің жорасына түсіреді, жорасы оператор болады, ямаса жорасы режиссер болады, ямаса жорасының қымбат камерасы болады, сол қымбат камераға жалынады. Ілтимас, сіз качествосы зор болып шығады екен, сенікі ең камера екен, ілтимас соны неғып берсе, құда қалса беремен, айлығасан беремен пұлды. Я неғылама, я тойдан беремен, үзіп беремен деген нелерменен шығылады. Мен хақиқатты айтып отырмын әзір. Мен білемін, қайсы қосық қандай кезде шықты. Ол қосық шыққанмен, клибі шыққанменен клибінің пұлларын бере алмай жүргендер бар мәселен. Сондай қосықлар бар. Мәселен, ең қымбат клипім сол Дубайға кетті. Мәселен, $10,000 кетті. Бірақ енді $10,000 ішінде, мәселен, сол баруымыз бар, жатақ жайымыз бар. Одан Дубайда бір клип емес, 3 клип алып қайттық да. Сояғымменен $10,000 есілмей қала беремін. Дубайда да енді художникке сыздырмадық, иссатты. Бірақ сол жол-жөнекі мына картина жапсып қалуы мүмкін, мына картина мынандай болуы мүмкін деген картиналармен алып келді. Енді айырымларға ұнады, айырымларға ұнамады. Дегенменен бәрібір сырт елдерде де түсуді бір өзім арзу ниет қылатын едім. Дубайда түсіп қайттық. Айтып жатырмын ғой, еледе зор қылып істеуге болады, бірақ оның бәрі тақалғанда финансовый жақларға тақалады. Соның үшін қалтамызға сай істелінген клиплер бәрі одан зор қылуға болады. Неге зор қылмағансың дейді. Ол зор қылу үшін зор ақша кете береді. Қосықшы болу қатты қиын зат. Қосықшы болу, елге танымалы болу қатты қиын зат. Ешқандай сенің айтып жатырмын ғой, ұнайтын жақларыңды іздемейді халық. Сенің кемшілігіңді іздейді.
Мәселен, әммеменен бірдей сәлемлесіп, әммеменен бірдей ахуал сораса алмайсың. Мәселен, ойыңда басқа зат болады. Мәселен, қазір мен интервью беріп жатырмын, қазір өзім жан достымның тойы болып жатырды, соны ойлап жатырмын қазір. Соның арасында біреу сәлем берді, біреу сәлем берді, біреу сәлем берді, мен біреу қолын созып қалдым, мен соза алмай қалдым. Оны айтады, мен қолын созып, Мақсат созбай қалды. Және бір зат қалды. Тек біздерден ошибка іздейді халық. Тек ошибка іздейді. О, ана жерде зор болған дегенді айтатұғын адам аз. Мақсат ана жерде зор қылды дейтіндер азлауда. Не қылып отыр ана жерде? Дым келіспейді ғой дейтіндер бар. Мәселен, интервьюда да айтады. О, мынау болып қалған ғой дейді. Ой, аспанға секіріп отырып, интервьюді беріп отырып, қалып, нәрсе келіспейді дейді. Осы интервьюда айтады. Дегенменен солардан біздер тәрбиелауымыз керек. Біздердің минет, мәжбүрміз. Солардан өздерімізге қарату. Мәселен, сыртымыздан жаман кәп, ғибат кәп айтатын адамlardan мен еш уақытта оны жаман көріп қалып, емаса о туралы іздеп, неге маған ондай деп айтасаң, я мына жаққа көшеге, мына жаққа шығып кет, бірге өтейік, бүйтейік деген затлар болмады. Бірақ мен о адамдан, мені жаман көрген адамдан жақсы көрсеткім келеді өзімді. Енді мен ойлаймын, мен бір образда жүремін, постоянно үйде де, түзде де, мәселен сол достарым арасында да сондай өзім әзілдерге еш ол мен танитын адам болсын, танымайтын адам болсын, мен ашық инсанмын, бірақ мені көрген адамдар менен мынандай қопал, қатырақ сөйлеп жібереді деп ойлайды да. Ойлайды бірақ. Ондай адам емес. Мен әзілкес, әзілді жақсы көретін, өзім достарыммен әзілдесемін, ұстаздарыммен әзілдесемін. Сонда әзілді жақсы көретін инсанмын. Бірақ көп пән тегеннен кейін мен ашу шақлаумен, һәм сенімсізлеумен дегенменен, бірақ өмірде мәселен сол күліп жүргенді жақсы көремін. Күліп, әзілдесіп жүргенді жақсы көремін. Енді көпшілік айтады, бірақ енді ол кішіпейілдіктің сыры бұл тәрбияда. Бұл кішіпейілдік тәрбиялаған менің ата-анам. Қандай дәрежеде, һәм бәрібір сол халқымызда сондай кеп бар ғой, енді құс ұяда көргенін қылады деген. Сондай бәрібір тәрбия бірінші нәубетте сол шаңырақтан басталады. Мен бәрібір қандай дәрежеде болайын, қандай дәрежедегі инсан болайын, барлығы бәрібір өзімнің ата-анамның шыққан жерім, сол қара-бұқара, сол Нүкіс районында өзімізге лайық шаңырақтан шықтық. Қанша пәтленгенмен бәрібір сол шаңырақтың иесіміз, сол шаңырақтың уәкіліміз. Бір затларымыз жараса, бір затларымыз жараспай қалуы мүмкін. Бірінші нәубетте сол мен ойлаймын ата-анамның маған берген тәрбиясы. Соның арқасында кішіпейіл бол балам, сол мұрат мақсатыңа қанша кішіпейіл болсаң, сонша мұрат мақсатыңа жетесің балам деген сөздері еле есімде. Енді әлбетте бұл Қазақстан эстрадасы жүдә рауажланды, Өзбек эстрадасы рауажланды, Қарақалпақ эстрадасы рауажлану үшін айтып жатырмын, бірінші нәубетте Қарақалпақстан Республикасында дүние аренасына жауап беретін студиялар жоқ. Жоқ студиялар, республикада жоқ. Сол ешқандай дүние аренасына жауап беретін бір студия салынса, көбейсе сол студиялар. Һәм сол репетиция қылатығын жерлер, мәселен, қазір қосықшыларымыз көп, музыкантларымыз аз. Саз шететін, мәселен, гитар шететін бір бала, екі бала, ямаха шететін бір бала мәселен. Ол менім асыламан, ол басқа қосықшыларым асылады ол адамға. Соның үшін мен ойлаймын, қазір оқып отырған жастарымыз, сазенде жігітлеріміз, бәрібір өмір айланып келіп, бәрібір жанлы дауысқа өтеді бәрібір. Ол қазір тек құрып, 5-6 сом пұл тауып, фонограмма айтып жүргенменен, бұл дәуірлер келіп, 1 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін ба, бастан аяқ
живой айтуға өтілетұғын заман кетіпті бәрі. Соның үшін біздер бірінші нәубетте со студияларымызды, таярлық болатұғын жерлерімізді таярлап алсақ, һәм сазенделерімізді таярлап алсақ, мәселен, со колледждерімізде, институттарымызда оқып отырған талантлы жастарымыз өз үстінде ізденіп, өзінің инструменттерін бір жақсылап үйреніп алса, һәм біздердің сол сазенде жігіттеріміз көбейсе, әр қайсымызда бір состав болып тұрса, сол кезде мәселен хақиқи жанлы дауыслар, хақиқи эстраданың рауажданғанын көрсек болады. Енді эстрада хақында жүдді көп сауалдар жинаған екенсіз. Енді әлбетте эстраданы бағанағыда айтқандай қатты ітібар керек. Эстрадаға қатты ітібар керек. Эстрада бұл ең қымбат гүлге ұқсайды. Ең қымбат гүл, һәм оған қарамасаң, ол гүлден айырылып қаласаң. Эстрадада сондай зат. Оны қандай әлпештесең, сондай болып өседі. Оған ітібар бермей қалсаң, эстрада төмен қарап тастайды. Қазіргі уақытта, мәселен, бұрын айтатұғын еді, мәселен, жасыл көлдерді сыйлау керек, жасыл көлдерді хүрмет ету керек. Әлбетте, жасыл көлдерді хүрмет ету бұрыннан келатырған дәстүріміз. Қазіргі дәуірде жас кішілерді хүрмет ету керек. Жас кішілерге де, жастарымызға да мен тілегім, қазір дәуірдің, заманның сондай пәтпенен рауажданып баратырған байтында, қазір Қарақалпақ жастарым дүния жастарымен теңдес. Қазір ақыллы, ой өрісі кең. Мен ойлаймын, бұл жастарымызға көз тимесін. Әлбетте, сол жастарымыздан, жасымыз мінген сайын жастарымыздан ізде қалып баратқандай болып түйіледі қиялыма. Бірақ сілермен бірге жуырып, сілермен бірге сілердің дәуіріңізде ilhamlanып, жошып, қосқа айтқымыз келеді. Жастарымызға әмеше әуметлер яр болсын дейміз. Біздің еліміздің жастары көз тимесін, әр тарифлеме қандай тарау болсын, мәдениет тарау болсын, спорт тарау болсын, басқа да тарау болсын, көз тимесін, Қарақалпақ жастары дүния ареналарына шығып келатыпты. Жастарға әумет яр болсын, еліміздің байрақларын дүния аренасына шығаруға әуметлер тілеп қаламын.